Бұл жөтел, кеуден ішінен жыртып жіберетіндей болады. Теренде отырып алған қою қақырық, еш шыққысы келмейді. Түн ортасында тұншығып оянып кетесіз. Кеуденізде бір ауырлық бар. Дәл бір өкпеңіздің үстіне тас қойып қойғандай сезім. Таблетка ішесіз, сироп ішесіз, бірақ ол жабысқақ. Созылмалы шырыш бронхтарыңызға жабысып алғандай. Ол толық демалуға мүмкіндік бермейді, күшімізді алады. Қарапайым өмір сүруге, күннен ләззат алуға кедергі жасайды. Егер мен сізге айтар болсам, қымбат дәріханалық сироптар шықпай тұрбақ, адамдарға көмектескен бір шешім бүгін сізге де көмектесе алады деп. Мен бұл әдісті ұзақ іздедім. Ақыры оны бір ескі дәріханашының сарғайған дәптерлерінен таптым. Ол өмірін адамдарға еркін тыныс алуға көмектесуге арнаған тәжірибелі адам еді. Ол шөптерді жақсы білетін. Ол тек жөтелді баспай, оның себебіне әсер ететін құрамдарды білетін. Қою қақырықтың өзіне әсер ететін тәсілдерді меңгерген. Оның басты құпиясы арнайы дайындалатын көне қайнатпа. Бар болғаны бір стақан осы. Қайнатпа ағзада терең тазарту процесін бастауға көмектеседі. Бірақ ол әрдайым бір нәрсені айтатын. Тек белгін емес, бүкіл ағзаны қолдау керек. Сондықтан бүгін мен сізге тек бір рецепт беріп қоймаймын. Мен сол дәптерлерден алынған 5 маңызды құпияны бөлсемін. 5 қарапайым, бірақ өте тиімді қадам. Олар өкпен тазартуға, тіпті ұзақ уақыт мазалаған жөтелді тыныштандыруға және еркін тыныс алудың қуанышын қайта сезінуге көмектесуі мүмкін. Бұл бір ғана әдіс емес, бұл толық жүйе. Егер бәрін дұрыс жасасаңыз, ол сенімді түрде жұмыс істейді. Біз қазір бастаймыз. Бірақ бірінші құпияға өтпес бұрын сізден кішкентай өтінішім бар. Қазір комментарийге жазыңызшы. Жөтел сізді жиі мазалай ма, әлде сирек пе? Бұл мен үшін өте маңызды. Осы тақырыптың сіз үшін қаншалықты өзекті екенін түсінгім келеді. Және де арнаны қолдап, лайк басып кетсеңіз жақсы болар еді. Сіз үшін бұл бір ғана батырма, ал біз үшін үлкен қолдау және сізге шынымен пайдалы нәрсемен бөлісіп жатқанымыздың белгісі. Рахмет сізге. Ал енді негізгі бөлімге өтейік. Бірінші және ең басты құпия сол дәріханашының ерекше қайнатпасы. Ол оны еркін тыныс алуға арналған кеуде эликсир деп атаған. Бұл атаудың өзінде мағына бар. Жас ұлғайған сайын жөтел өзгереді. Ол жабысқақ болады, ауыр болады, ұзаққа созылады. Қақырық тереңде жиналады да, өкпеде оны сыртқа шығаратын күш азаяды. Біз жөтеле береміз, бірақ ол кетпейді. Бір жерде тұрып қалғандай болады. Мұның себебі бронхтардың ішкі қабатында өте ұсақ кірпікшелер бар. Жастық шақта олар белсенді жұмыс істеп, қажетсізді сыртқа шығарады. Ал уақыт өте келе, олардың жұмысы баяулайды. Ал шырыш керісінше қоюланып, жабысқақ болып кетеді. Осы жерде бұл қайнатпа көмектеседі. Ол күшпен емес, ақылмен әсер етеді. Ол екі маңызды бағытта жұмыс істейді. Бірінші, негізгі компонент мия тамыры. Көпшілікке таныс. Бірақ оның басты қасиеті қою, тұрып қалған шарышты жұмсарту. Ол қақырықты сұйылтып, оны жылжымалы етеді. Соның арқасында ол бронх қабырғаларынан ажырай бастайды. Екінші компонент жебір шөп. Оны кей жерде тимьян деп те атайды. Бұл жай ғана хош иісті шөп емес. Ол кеудедегі тырысу сезімін жеңілдетуге көмектеседі. Жөтелді тоқтаусыз қоздыратын, сол қышыған, тітіркенген сезімді жұмсартады. Бронхтарды тыныштандырады, жылытады және тазартуға көмектеседі. Екеуі бірге өкпеге ауыр әсер етпейді, керісінше жұмсақ түрде көмектеседі. Алдымен тітіркенуді басады, содан кейін іште жиналғанды біртіндеп шығаруға ықпал етеді. Енді рецептіні жазып алыңыз. Мұнда әрбір деталь маңызды. Бізге бір ас қасық кептірілген, ұсақталған мия тамыры керек. Дәріханадан нақты тамырын алыңыз, сироп емес. Сонымен қатар бір ас қасық кептірілген жебір шөп қажет. Дайындау тәсілі. Кішкентай эмальданған ыдыс алыңыз. Ішіне бір толық ас қасық мия тамырын және бір толық ас қасық жебір шөп салыңыз. Үстіне 2 стақан қайнаған су құйыңыз. Ең маңызды бөлігі су моншасы. Бұл шөптерді тікелей отта қайнатуға болмайды, себебі барлық пайдалы заттар жоғалады.
Бізге жай қайнату емес, баяу шығару керек. Ыдысты су моншасына қойыңыз, қақпағын жабыңыз. Төмендегі су қайнай бастағанда, отты ең төмен деңгейге түсіріңіз. Осылайша 30 минут бойы баяу қыздыру керек. Қатты қайнамау тиіс. Одан кейін отты өшіріңіз, бірақ бірден ашпаңыз. Ыдысты алып, таза сүлгімен орап, тағы 40 минут тұндыру керек. Содан кейін дәкеден өткізіп сүзіміз. Шөптің өзін жақсылап сығып алыңыз. Ең пайдалысы дәл сол жерде болады. Сізде қою, хош иісті, аздап тәтті дәмі бар сусын шығады. Көлемін тексеріңіз. Буланған су болса, бастапқы көлемге жеткізу үшін үстіне қайнатылған су қосыңыз. Соңында 2 стақан болуы керек. Қалай қабылдау керек? Бұл қайнатпаны тек жылы күйінде ішет. Ыстық емес, салқында емес. Бір қабылдауда шамамен 3-тен 1 стақан ішу керек. Күніне 3 рет. Ең маңызды ереже тамақтан жарты сағат бұрын ішу, аш қарында. Сонда ол ағзаға тезірек әсер етеді. Қабылдау ұзақтығы 7 күннен 10 күнге дейін. Өзгерісті ертерек байқасаңыз да, тоқтатпаңыз. Ағзаға толық тазалануға мүмкіндік беру керек. Сіз өзіңіз байқайсыз. Жөтел жұмсарады. Қақырық жеңіл шыға бастайды. Бұл негізі. Бірақ бұл жеткіліксіз. Қазір мен сізге екінші құпияны айтамын. Біз бірінші қадамда іштен әсер ететін қайнатпаны дайындадық. Ол өкпенің тереңінде тұрып қалған қою қақырықты сұйылта бастайды. Бірақ бір маңызды нәрсе бар. Қақырық жоғары көтерілген сайын, ол тамақта жинала бастайды. Таңертең тұрған кезде, біз сол бір жағымсыз жабысқақ сезімді байқаймыз. Бірдеңе тұрғандай болады. Тамақты қытықтап, қайта-қайта жөтелді қоздырады. Жас ұлғайған сайын, тамақтың шырышты қабаты өте сезімтал болады. Сол себепті, бұл жағдай тіпті күштірек сезіледі. Ескі дәріханашы мұны жақсы түсінген. Ол әрдайым айтатын, қақырыққа тамақта тұрып қалуға мүмкіндік бермеу керек. Оны үнемі шайып отыру керек. Сол үшін ол арнайы ерітінді қолданған. Оны өзі әзілдеп, отты су деп атаған. Бірақ бұл жану емес. Бұл тазарту деген мағынада айтылған. Бұл ерітінді тамақты тазалап, шарышты жұмсартады және микробтардың қайта төмен түсуіне жол бермейді. Рецепті қарапайым, бірақ пропорциясы өте маңызды. 1 стақан жылы қайнаған су алыңыз. Су адамның дене температурасына жақын болуы керек. Шамамен 36-40 градус аралығы. Суға 1 шай қасық ас тұзын қосамыз. Тұз табиғи тазартқыш сияқты жұмыс істейді. Ол артық ылғалды және не жабысқақ шырышты тартып алады. Содан кейін жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Сода тамақты жұмсартады, тыныштандырады және жағымсыз ортаны азайтады. Енді ең маңызды бөлік. 1 тамшы йод, дәл 1 тамшы. Артық қосуға болмайды. Йод өте аз мөлшерде болса да, күшті антисептик ретінде әсер етеді. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Қолдану тәсілі. Күніне 3-4 рет шайқау керек. Әсіресе таңертең оянғанда міндетті түрде. Себебі түнде жиналған заттарды тазарту қажет. Сондай-ақ ұйқы алдында жасау өте маңызды. Бұл түнгі жөтелдің алдын алуға көмектеседі. Ерітіндіні ауызға алып, басыңызды сәл артқа еңкейтіп жайлап шайқаңыз. Қатты емес, баяу. 15-30 секунд аралығында ұстап, кейін түкіріп тастаңыз. Осылайша толық стакан біткенше қайталайсыз. Нәтижесінде тамақ жеңілдейді. Тыныс алу ашылады. Қақырық жоғардан тезірек шыға бастайды. Бірінші қадам іштен тазалайды. Екінші қадам жоғардан тазартады. Енді үшінші құпияға өтеміз. Үшінші құпияға келгенде мен сізге ең маңызды нәрселердің бірін айтамын. Біз қақырықты сұйылттық, біз оны жоғары көтердік. Енді ол өкпенің төменгі бөлігінде жиналып қалған бөліктерді де қозғалтуымыз керек. Жас ұлғайған сайын қозғалыс азаяды. Тыныс алу да үстірт болады. Сол себепті өкпенің төменгі бөлігі толық жұмыс істемей қалады. Ал дәл сол жерде қақырық көп жиналады. Ол жылдар бойы қоюланып тұрып қалады. Ескі дәріханашы айтатын, өкпені міндетті түрде қозғау керек. Бірақ жұмсақ түрде. Сол үшін ол қарапайым тыныс алу жаттығуын қолданған. Оны өзі темір ұстаның көрігі деп атаған. Қорықпаңыз. Бұл өте қарапайым әдіс. Отырған күйде жасаймыз. Арға тізу, иық бос. Алдымен
Мұрын арқылы өте терең тыныс аламыз. Іш пен кеуде толуы керек. Өкпенің түбіне дейін ауа баруы маңызды. Сосын 1-2 секунд демді ұстаймыз. Енді ең маңызды сәт, ауыз арқылы 3 қысқа күшті дем шығару. 3 рет бөлек-бөлек шығарамыз. Ха, ха, ха. Әр шығарғанда іш бұлшықеті қозғалады. Содан кейін дем алып, 15-20 секунд жай тыныс аламыз. Осыны 3 рет қайталаймыз. Бұл жаттығу өкпенің ішінде әлсіз діріл тудырады. Сол діріл жабысып тұрған қақырықты босата бастайды. Егер бас айналу болса, бірден тоқтату керек. Мұнда басты мақсат күш емес, жұмсақ қозғалыс. Бірінші қадам – іштен сұйылту. Екінші – тамақтан тазарту. Үшінші – төменнен қозғалыс беру. Біз жүйелі түрде жұмыс істеп жатырмыз. Енді 4-ші құпияға көшеміз. 4-ші құпияға өтейік, менің жақсы көрермендерім. Біз іштен тазарттық, тамақты тазарттық, өкпені қозғалттық. Бірақ енді ең маңызды нәрсе қалды. Бұл процесс кезінде ағзаға кедергі болатын әдеттер мен тағамдарды түсіну. Ескі дәріханашы әрдайым айтатын, адам дұрыс ішсе де, дұрыс жесе де, егер қақырықты көбейтетін тағамдарды тоқтатпаса, нәтиже толық болмайды. Сол себепті ол белгілі бір уақытқа, шамамен 7-10 күнге 3 негізгі топтағы тағамнан бас тартуды ұсынған. Бірінші топ – сүт және майлы сүт өнімдері. Көп адамдар сүт пайдалы деп ойлайды, бірақ жас ұлғайған сайын ағза оны әрдайым жеңіл қабылдай бермейді. Кей адамдарда ол тамақта жабысқақ сезім мен қақырықтың көбеюіне әсер етуі мүмкін. Сол үшін бұл кезеңде таза сүтті уақытша тоқтатқан дұрыс. Ал жеңіл ашытылған өнімдерді аз мөлшерде қолдануға болады. Екінші топ – тәтті және ағыннан жасалған өнімдер. Қант, кәмпит, печенье, тәтті тоқаштар, ақ нан. Бұлардың барлығы ағзада шарыштың қоюлануына әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар олар ішкі тепе-теңдікті бұзып, ағзаның тазалану процесін баяулатады. Осы кезеңде тәтті тағамдарда азайтып, қарапайым жеңіл тағамдарға көшу маңызды. Мысалы, тәтті қажет болса, пісірілген алма немесе аз мөлшерде бал қолдануға болады. Үшінші топ – өте майлы, қуырылған және ысталған тағамдар. Бұл тағамдар ағзаға ауырлық түсіреді. Аз қорыту жүйесі бар күшін соған жұмсайды. Ал өкпені тазартуға энергия аз қалады. Сондықтан бұл күндері жеңіл тағамдарға басымдық беру керек. Енді сұрақ, не жеуге болады? Ескі дәріханашы өте қарапайым нәрселерді ұсынған. Жылы су ең маңыздысы. Күні бойы аз-аздан ішу керек. Бұл қақырықты сұйылтуға көмектеседі. Жеңіл көкөніс сорпалары, майсыз тауық сорпасы, суда пісірілген ботқалар, буға піскен немесе бұқтырылған көкөністер, пісірілген жемістер. Тағам неғұрлым қарапайым болса, соғұрлым ағза тезірек тазарады. Бұл 4-ші құпия. Енді соңғы 5-ші құпияға өтейік. 5-ші құпия – түнгі жөтелді тыныштандыру. Көп адамдарда бір проблема бар. Күндіз жағдай біршама қалыпты, бірақ түнгі келгенде жөтел күшейеді. Ұйқы бұзылады, тыныс алу ауырлайды. Бұл көбінесе жатқан кезде қақырықтың қозғалып, бронхтарды тітіркендіруінен болады. Ескі дәріханашы мұны жақсы білген. Ол ұйқы алдында арнайы жұмсақ компресс қолданған. Ол оны тыныш-тыныс компресс деп атаған. Бұл әдіс ауыртпайды, күйдірмейді. Бұл жай ғана жылы әсер беретін жұмсақ компресс. Ол кеуде аймағын босаңғыстады, тыныс жолдарын тыныштандырады және түнгі жөтелді азайтуға көмектеседі. Рецепті өте қарапайым. Біраз қасық бал аламыз. Бал тыныштандырады және жылу береді. Біраз қасық ұн қосамыз. 1 шай қасық өсімдік майын қосамыз. Жарты шай қасық қыша ұнтағын қосамыз. Артық емес, себебі бізге күйдіру емес, жеңіл жылу керек. Барлығын араластырып қою масса жасаймыз. Оны дәкеге салып, кеуде тұсына қоямыз, бірақ жүрек аймағына қоймаймыз. Үстінен жеңіл жауып, жылы орамалмен бекітеміз. 1-2 сағат ұстап жатып, кейін алып тастауға болады. Егер тері сезімтал болмаса, кейде түні бойы қалдыруға да болады. Бұл әдіс тыныш ұйқыға көмектеседі және түнгі жөтелді азайтады. Қорытынды, біз бүгін 5 маңызды қадамды қарастырдық. Іштен тазарту, тамақты тазарту,
тыныш жаттығуы, тамақтану тәртібі және түнгі тыныштандыру. Бұл бір жүйе, бір-бірімен байланысты. Егер бәрін дұрыс әр жүйеді қолдансаңыз, ағза біртіндеп жеңілдей бастайды. Тыныс алу ашылады. Бірақ мен сізге ең маңыздысын еске салғым келеді. Әр адамның ағзасы әртүрлі. Егер қандайда бір тағам немесе компонент сізге сәйкес келмесе, оны қолданбаған дұрыс. Және егер жағдай ұзақ уақыт өзгермесе, міндетті түрде маманмен кеңескен дұрыс. Бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болса, оны жақындарыңызбен бөлісіңіз. Әсіресе үлкен кісілерге көмегі тиюі мүмкін. Арнаға жазылыңыз. Келесі пайдалы кеңестерде кездескенше.